Бейнеуден Сыңғырлаудың 40 жылдығына велопробег. Таңертең сағат 8-дің жоласында бастап жатырмын. Рәміздер алаңында тұрмыз. Алаңынан осы Көктудан жаңадан құрылған Сыңғырлаудағы Көктуға дейін осылай жалғастыра береміз. Бейнеу Сыңғырлау велопробегінің жарты жолына келдім. Міне артында Көкпекті деген жер. Бұл Көкпекті Сәду әкеміздің көп жыл отырған жер. Так, мынау Орта Азияға қарай Бейнеу Шешен темір жолының астынан өтетін мост. Бауырымыздың бейаймен бірге келіп салған мостардың біреуі. Ең белгілісі астынан көп машина өтеді. Біз ескеріп отыратын мосттың біреуі. Так, міне 1,5 сағатқа жетпей 40 жылдыққа қойылған белгінің қасына келдім. Сыңғырлаудың 40 жылдығына осы істелінген шаралардың біреуі. Үстіге әдемі белгі қойып, түнде жарқырап жанып тұрады. Барлық осындай істелінген шаралармен, істермен таныстырамын. Мынау бұл да бір ретке келтірілген шаруа. Ақбөбек пен Қайыпқа қойылған осы бұрынғы жазу Сыңғырлау деген. Мына жерге скамейка қойып, мына жерге ағаш егіп, сыртын қоршап, бұны да қалыпқа келтірген осы той қарсаңында. Туған жерім Сыңғырлау деген алаң. Ар жағында ту, су бұрқақ, мына жер міне абаттанып жатыр. Мектеп мен Помоконекіне басын жер болып жүрген осы мектепті салдық. Осы жерде жаттық. 9 ай 13 күнде бітірдік мектепті. Қазір Атшабар алаңына барамыз. Құрметті ағайын, осы аламан бәйге барлығы 9 айналым 30 шақырымнан тұрады. Және де жүлделерімен тағы бір таныстырып өтейін. Бірінші орынға 1 миллион теңге, екінші орын мотоцикл, үшінші орын телевизор, төртінші орын 200 мың теңге, бесінші орын 100 мың теңге. Телевизор болғанда да ағайын, бөлмеңіздің жартысынап тұратын телевизор. Бүгін 24 тамыз. Және де құрметті Атбек бар жоғы 9 айналым ескеріп отырыңыздар, шабандоздар. 4-ші айналымды аяқтап, 7-ші айналымға қадам бастыңыздар, шабандоздар. 6-ны аяқтап, 7-ші айналымға. 8, 10, 29. Мінекей барлыға құрметті ағайын, 16 ат жарыс жолында екен. Бүгінгі бәйге 28 тұлпар 8-ші айналымға қадам басты. 7-ні аяқтап 8-ге қадам бастыңыздар, шабандоздар. 29, 26, 8, 17, 19. Кәреге видео қойындар жігіттер, кәреге топ басында келген, ай, төрешілер. Төрешілерге, салмақ төрешілерге түседі, енді қадірлі қазір төрешілер анықтап айтады. Бірінші болып келген 19-шы номердегі Сайетес елді мекенінен Латифов Нығмет ағамыздың хангүреңі бапкері атақты Жұмағалиев Жандос бауырым, бәйге құтты болсын. Екінші болып келген 13-ші номерде Ибраим Келдібай ағамның қара қызы, қошемет ағайын. Үшінші болып келген 20-шы номерде Ермағамбетов Ерболдың Айгүрең атты тұлпары, бапкері Ауғанбаев Нұрсұлтан Шабандоз Мейрамбек. Төртінші болып келген 10-шы номерде Қозығүрең Атыраудан келген қонақтарымыз Шабандоз Ақжол, бапкері Жанарыс Қабжалел Брасул бауырымыздың елігіндегі тұлпар.
5-ші болып келген 26-шы номердегі Бөлтеков Әлек ағамыздың айғыласы Шабандос Әли, бапкері Әлеке Сайын Шапағатов елді мекені. Ал бұлай болса, құрметті ағайындар, мынау топтар қатар бәйгесіне бір айналымнан тұрады. Бас жүлде 100 000 теңге ақшалай сыйлық. Міне бүгінгі ат бәйгесі аяқталды. Мінекей қарбалас. Біреу аттар тиіп жатыр, біреу жеңімпаз болып дипломдарын алып жатыр. Біреулер қап келесі жолы көрем деп машинаға тиеп жатыр. Ал міне бұл да бір қызық. Олай болса, құрметті көрермендер, палуандарымызға ерекше қолдау білдіріп отырыңыздар. Мінекей Сыңғырлау ауылының 40 жылдық мерейтойына арналған палуандардың күресі, Сыңғырлаудың, бейнеудің намысын қорғап шығып отырған Ержан бауырымызға ауылдастары қошемет білдіріп қойыңыздар. Және де қонақтарымызға да қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Белдесу басталды. Тартысты басталып жатыр енді. Тұрғанбаев Ержан Тастемір ауылының азаматы Бейнеу ауданының аудан барысында 2-ші орынға ие болып, мінекей облыстық. Бәрекелді. Міне айтып ауыз жиғанша болған жоқ ағайын. Тұрғанбаев Ержан, сіздердің қошеметтеріңізбен ағайынның атозғанша ауылдасын тайосын деген ауылдастарыңызға қошемет білдіріп қойыңыздар. Таза жеңіс Тұрғанбаев Ержан Тастемір ауылының азаматы. Сыңғырлау ауылының тумасы Озғанбай атамыздың немересі жеңіске жетіп отыр ағайын. Бұл белдесуде таза жеңіске жеткен Жарлығапов Дәурен келесі айналымға жолдамалды. Қиқу болсын, қошемет болсын. Оп. Сыңғырлаудың 40 жылдық мерейтойында чемпион атанып, бас жүлдені жеңген Жарлығапов Нұрдәулет ағайын. 2-ші орын Закараев Сұңғатқа бұйырды. Қошемет көрсетейік ағайын. Вот Төс көтеріп жүру. Енді уақытқа болып жатыр бәрі. Жүгір. Нақтар. Талайлар табанызын қалдырған жер, сағынам өздеріңді қарттармай. Сыңғырау тарихынан ағалар рухына арнау.
келтіріп жүрегімнің мың бұрауын. Ауылым өзің арнап жыр құрадым, ағаның ақ мешіті орын тепкен, жайлы қоныс қот бекен сыңғырлауым. Ауылым бастауындай берекенің, өткен талай тойдуман мерекеміз, бөктерінде қайыптың әні қалған, тарихи мәні өзге бұл өлкенің. Тарихы құмжағында бұғып жатыр, қызығы құйындатып қырында жүр. Тозаңы сағым белден ашылғанда Қырымнан шыға келер қырық батыр. Боз жусан баялышты ана дала, баяған